әйел адам қалай білім алу қажет деп ойлайсыз? Маған мындай көп сұрақ сұралады. Сіз әлеуметтік желіде не істеп жүрсіз? Не себепті орамалдасыз? Одан бөлек жүзіңіз осындай, жасыңыз кішкентай екен, әдемі екенсіз, сұлу екенсіз, енді фитнаға жол ашасыз ғой, ер кісілер сізге қарайды ғой, одан бөлек әйелі бар болғандар да қарайды ғой деген нәрсе көп айтылады. Бұл сұрақ сұралмайды, көбінесе айтылады, жасап жатқаныңыз дұрыс емес деген секілді. Сосын мен шынымен де ойланған кездерім де болды. Неше жыл бұрын, әрине. Сұрастырғандарым да болды, іздестіргенім кездерім де болды. Кейін сосын түңеліп мүлде шықпаймын, болды, керек емес деп X қойып тастаған кездерім де болды. Басқа толып жатыр ғой, айтады ғой, осының сөзін мен естуім керек пе еді деген секілді. Кейіннен мына нәрсеге тоқталдым, шыны керек. Жаңа біздің айтқанымыздай, қыздар үйренбесе, арабтағы сөздер секілді, бір қыз баланы тәрбиелеуін сенің бүкіл мемлекетті, жаңағы қаншама елді тәрбиелеуінен тең дейді. Демек, еркектен бөлек, ер адамнан бөлек, қыз баласына, әйел затына көбірек көңіл бөлу керек деген нәрсеге тоқталамыз. Енді бұның нәтижесінде не істейміз? Сіздің жолдасыңыз болсын, ұлыңыз болсын, өзіңіз болсын, қызыңыз болсын, қай-қайдағы ашық-шашық, биге, проблемаларға жоқ болған әлеуметтік желіде қазір көп нәрсе шын өмірде жоқ, өтірік. Андай байлар бай емес, или кедейлер кедей емес деген секілді, или махаббатпен керемет өмір сүріп жатқандар ондай емес деген секілді. Сондайларды көргенше, дүниесінде құртып, ақыретінде құртып сөйтіп жүргенше, дүниесінде, ақыретінде қазанатын, сауапқа да ие болатын, өзі білім алып, кейін ұрпағына да соны жеткізе білетін нәрсені тыңдаған абзалырақ деген ойға түнелдім. Өйткені біздің айтып жатқан нәрсемізді басқасы да айтуына болады. Еркек адам бұл нәрселер, кейбір мәселелерді ер кісілер қозғай алмайды. Немесе кейбір мәселелерді ер адамдар әйелдердің түсіну немесе қабылдау қабілетіне байланысты айта алмау, жеткізе алмауы мүмкін. Точкасын мен ұстай алмайды дейді, там дәл нүктесіне нете алмайды, жаңағы жеткізе алмайды деген секілді. Нақты керекті сөзбен, керек болса мимиканың өзі өзгереді екен. Әйел кісімен былай әйелдер отырып сөйлескен кезде, қыздар болып жиналып отырып сөйлескен кезде. Арасында осы міне ғайба, намиманы біз ойлайтынбыз. Әйелдер, қыздар көп сөйлейді, сол себепті күнәні көп қазанатын шығармыз деп. Сол себепті біздің нақисату ақлин уа дин, діннен де, мидан да, ақылдан да надан таяз болғандарымыз сол шығар деп. Бірақ мәселе ода емес екен. Мәселе білімсіздіктен, мәселе оның тұрақты бір жүйеге жүйелі түрде артынан жүрмегеннен кейін, бір дұрыс бір қағиданы, дұрыс бір жолды ұстанбағаннан кейін, осы шынымен де нақисату ақлин уа динға апарады екен. Өйткені оқымағаннан кейін, білмегеннен кейін, ол міндетті түрде біреу бір нәрсе айтқан кезде не ойланып отырады? Ізденуден бөлек. Өйткені ізденудің өзі ақылға салу керек болатын нәрсе. Оны ізденудің өзін көп қыз-келіншектер біле бермеуі мүмкін. Қазір менен андай бір сұрақ сұрайды, мына намаз қашан болады, менде мындай бір жағдай болды, қалай істеймін, мына нәрсені істесем болады ма, болмайды ма? Google-ға мен енді ойлаймын, басына ойлайтын қазақша жоқ шығар деп, немесе қазақ болғаннан кейін сол менен сұрап жатқан ғой, ондай бір нелер жоқ шығар, жететін нәтижелері жоқ шығар, немесе интернетте ондай нәрсе таппаған шығар деп. Жоқ, сұраймын, қараймын, интернет, Google-ға да қараймын, чат GPT деген нәрседе қазір, одан да басқа да нәрселер өте көп. Кіріп сұраған кезде барлығын жауабын айтып береді. Барлығын жауабы бар. Біз неге өзіміздің деңгейімізді түсіріп, қараңыз, мен қыз-келіншектерге айтып жатырмын, деңгейімізді түсіріп, бір ер кісіден сол нәрсені сұраймыз, немесе менен деңгейі төмен болған, ғылыми деңгейі болсын, білімі деңгейі болсын, төмен болған бір қыз-келіншекке барып соны сұраймын. Жас бұл жерде фактор емес, өйткені жаста болып, бәленбай ғылымға ие болғанда болуы мүмкін, өйткені көрген, оқыған білім ғылымын өміріне оны міндетті түрде жасайды. Ал керісінше мен өмір бойы көрдім деп ғылымды тастайтын болса, өкінішке қарай ол жеткізуі қиын болады екен. Сол себепті әлеуметтік желіде мен ойлаймын, керісінше көбейсін. Орамал таққан, намаз оқитын, дін жайлы уағыз насихат айтатын, осындай рилстар түсіретін, сторилар түсіретін, керек болса подкасттар түсіретін көбейсін.
неге көбеймеске? Осындай мен керісінше өзімнің жан достарымды, құрбыларымды, өзімнің мұсылман қыз бауырларымды, қандастарымды көбейгенін қалаймын, әрине. Кімнен үйрендің мына нәрсені? Ғылыми қараңыз, тек қана діни емес, ғылыми болсын, физика тұрғыдан, математика тұрғысынан қандай білімді алсаңыз да, кімнен үйрендің деген кезде мықты топ деген білімде, ғылымда, деңгейде тұрғандар орамал таққан қыздар, әйелдердің тұрғанын қалаймын. Ашық шашық немесе сырттан оқып келген, немесе мынау қазір біздің мынау ЛГБТ деген нәрселерді қолдайтын адамдардан үйрендім деп айтқанша, өйткені бұл кейін бейсаналы түрде, Алла сақтасын, біздің мынау қазіргі соңғы кездегі болып жатқан орамалды қалаған уақытында тағып, қалаған уақытында шешіп, бұл менің өзімнің жеке меншік қалауым деп айтуға апаратын нәрселер бұлар. Өйткені бір араб қыздардың біреу келіп маған жазып жатыр. Мен Қазақстанда жүргеннен кейін неге мессенджерге айтады. Теңізге бардым. Теңізге барған кезде ешкім жоқ тұғын дейді. Бір адам жоқ дейді. Алдында орамалда қыз, орамалын шешіп, ауаның шашымның араларына кіріп, маңдайымнан сүзіп өткен сездім дейді. Ауаны желді сездім дейді. Қандай шіркін күшті екен, қандай соны байқадым дейді. Сосын алыстан біреулердің келе жатқанын көрдім де, дереу орамалымды қайтадан орап тақтым деді. Желдің жоқ болып кеткенін тағы сездім. Жаңағы ашық тұрғандағы сезім басқаша болған, қазіргі сезім басқаша болған ажырата білдім. Бірақ менің ішімдегі, көңілімдегі, жүрегімдегі, ниетімдегі бар болып тұрған нәрсе, мен бұны Раббым үшін жасап жатырмын. Білемін, айтады ғой, не үшін орамал тағады деген сұраққа кейбіреулер былай жауап береді екен. Өйткені қыз одан әрі әдемірек болады. Ондай нәрсе жоқ. Яғни, болатын шығар, әдемі бар болатын қыздар да бар орамалмен, орамалсыз тұрғыдан бөлек. Бірақ мәселе ода емес. Мәселе біз Алла разылығы үшін жасайтын нәрсеміз, одан бөлек. Орамалды біз не үшін тағамыз? Раббымыз бізге бұйырғаны үшін. Ал енді келесіздерді, орамал таққан қыз, демек онда үйде отырсын, білімін алды ма, мектебін бітірді ма, әйтеуір университетін толықтап бітірді ма, болды. Рахмет дейді, баласын бақсын, үйінде енесіне қызмет етсін, жолдасына итағат етсін. Бұның барлығы дінде де бар нәрсе, жоқ деп айтпаймыз. Бірақ қызды, немесе жаңағы өзіңіздің әйеліңізді, қызыңызды, керек болса анаңызды, әпке қарындасыңызды басқаларының сүріп жатқан өмірінен сіз оларды тыс қалдыра алмайсыз. Бұл дүниеде сондай. Ал енді ақыретте Алла тағала онсыз да көтеріп тұр деңгейлерін, дәрежелерін. Дауыс шығып жатыр ма? Шығып. Алла тағала олардың деңгейлерін көтеріп қойған соншалықты ақыретте көтеріп тұр. Ал енді дүниеде сіздің еркек ретіңізде, еркек сипатыңызбен ол деңгейді түсіруіңізге сіздің құқыңыз жоқ. Сол себепті сіз өзіңіздің әйеліңізді жоғары деңгейде көргіңіз келе ме? Болады ғой, мен әйелімді қолдаймын, мен қызымды қолдаймын, қызым не қаласа соны жасаймын. Бірақ аласта орамал таққан біреуді көрген кезде неге шығады әлеуметтік желіге, шықпасын, фитна жасайды деп айтасыз. Онда бізге керекті, әйел затына керекті, қыздарға керекті нәрселерді сіздер жеткізіңіздер деймін. Жеткізу тәсіліңіз бізге жағымды болатын болса, біз соны түсінетін болатын болсақ, жеткізе алатын деңгейде болатын болсаңыз, сіздер жеткізіңіздер. Көбінесе көпшілігі түсіне алмаймыз дейді әйел адамдарды. Андай бір кітап бар еді баяғыда. Ағылшын бір ғалымның жазғаны. Әйелді қалай түсінуге болады деген. Әйел қалай түсінуге болады, или әйелді түсіндім деген бір кітап бар еді ғой. Ашқан кезде дым жоқ ішінде. Дым жоқ. Демек, еркек адамның әйелді түсінуі бір талай. Бір жыныста болған адам болмаса, әйелге сөйлеп айтып жатқан нәрсесі болмайтын болса, ол өте аз пайызда болады. Сол себепті, енді осы нәрседен шығамыз, не нәрсеге, кімнен сабақ аламыз деген. Осы бір шекараны бір аттап өтсек, осы түсінікті біз бірінші дұрыстап алатын болсақ, менің қызым кімнен сабақ алады? Жатағымдарға кіріп кетпей ма? Менің әйелім орамал тақты, дінге енді мені өзім әрін кіргізгенімде, өзім әрін орамал таққызғанымда, өзім әрін намаз оқытқанымда, өзім әрін осы дінді түсіндіргенде енді қалай болады деп емес. Сол кезде сізде қорқыныш болмайды.